Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң біздің көрермендер. Енді біздің алдынан бері айтып жатқанымызға уже 3 күннен асты. Әлі бірде бір зат әкеліп, медпунктке қайтарылған жоқ. Енді бүгінгі жолдауымда осы ауданды басқарып отырған аса мәртебелі Тарбағатай ауданы көтеріп жатқан, жолдарын асфальтын жайнатып жатқан, жарқыратып барлық нәрсесін гүлдей жайнатып жатқан ауданымыздың әкімі Жүйрікбай Дархан Шомпайұлына жолдаймыз. Ауыл тұрғындары, жерлестер, міне көптен күткен медициналық пунктымыздың бүгін ашылу салтанаты болған жатыр. Өздеріңізге белгілі, осы алғаш қаланға жатқан кезде бірге осының қазығында. Өткен жылы бұл жерде үлкен жоба іске асқан болады. Стандартқа сай емес медпункттардың 9-ын салуды жоспарлағанбыз. Соның алтауы міне биыл, оның біреусі міне өздеріңіздің ауылдарыңызда, Ақмектеп ауылында құрылысын бастаған жатырмыз. Бұл игілікті сәт, себебі президент айтып отыр қазір, мынау адами капиталды ұлғайту. Адами капитал дегеніміз президентіміздің жаңа жобасы арқасында осындай жаңа медпункт салу қуанышына келіп отырмыз. Осы шекерелерде сапалы қамтамасыз қызмет алып керек болатын ең бірінші кезекте біз ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына рахмет айтуымыз керек. Себебі ауыл медицинасын жаңғырту бойынша мемлекеттік бағдарламаны қосып, біздің ауылымызда бүгінгі күні 8-ші осындай ғимарат бой көтеріп халыққа қызмет етуге дайын тұр. Тарбағатай ауданының тұрғындары Сайлық ата бабалар, ақ тілек қабыл болсын, ақ батасын дейміз. Кейінгі қандай аппақ сіздермен біздер ауыл медпунктының ашылуына куә болып тұрсыздар. Олай болса қуаныш құтты болсын ардақты ағайын. Жүйрікбай Дархан Шомпайұлына берілді. Ардақты ағайын, қадірменді жерлестер, міне көптен күткен аңсаған деуге болып үлкен ғимаратымыздың құрылысы аяқталып, осы жерде зәулім ғимарат көтерілді. Енді жер Шолақарда ауылындағы ауыл тұрғындарының көптен күткен қуанышына келіп отырмыз. Ардақты ағайын, қадірменді жерлестер, Шолақарда ауылының тұрғындары, медпункттарымыз құтты болсын. Бұл медпунктқа қаралу, емделу үшін емес, ғана қаралу үшін келіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қала көшу. Бізде қазір енді 60% қалада тұратын болса, дамыған елдерде 80% деген келіп тұрады. Ал бізде осы жерге әкелу үшін сапалы осындай медициналық пункт, мектептер салу керек. Құрметті жерлестер, қадірменді Шорға ауылының тұрғындары. Өздеріңізге белгілі, президентіміз ауыл медицинасын модернизациялау туралы тапсырма берген болатын. Соның негізінде ауданымызда 9 медпункт салынуға тиіс болатын. Соның алдауын биыл өздеріңіздей басқа да ауылдарда салтанатты ашуды жөн көрдік. Ешқашан бұндай немене салынып көрмеген, осы жерден туып өстік қой. Өзімізден 65-ке келдік, 64-ге келдік. Бірінші рет мынандай медпункт көріп, жүрегіміз толқып, риза болып жатырмыз. Ардақты Байдолғастың ата-бабалары ақ тілек арнап жатыр, ақ батасын. Көптен күткен игі сәтке келіп отырмыз. Бұл ауылымызда заманауи барлық жабдықтармен қамтылған медпункттың ашылуы. Біздің ауылында медбикесін қысып жатқан көрінеді, сен шақырдың жерге депутатпен бірге. Олар түсірді, неге рұқсат бересің, неге жетпесің, неге жетпесің. Бұл енді буллинг дұрыс емес деп есептейміз. Сондықтан алдымен Елжан Мағарбекұлы, сіз алдымен әкеткен нәрселерді мынаның ішіне әкетіп қойыңыз. Ауруханаға диван сатып алғанша, лучше сол диванның ақшасына жоқ дегенде бір қалай жоқ дегенде 5-6 аккумулятор, 10 шақты аккумулятор тиеді. Мына секілді дизельді тоқ беретін. Енді аудандық аурухананың басшысы медпунктке неге кіргізесің деген уәжіне жауап ретінде айтайын. Мына жерде медпункт салынбай тұрып, осы жерде кадастрлар келіп өлшеп, жерге жерін белгілеп жүрген кезде осы жерде біз жүргенбіз басқасы. Онан кейін келіп 4 қазығын келіп қағып кеткен кезде тағы біз жүргенбіз. Содан кейін мына жерден неменесі әлгі судың жүретін жолдың былай қарай тартылған судың несі бар. Соның үстіне түскелі тұрған кезде тағы да айтқым, мына былай қарай салып айтпайшы, мына жерде судың қазған арнасына түсіп кетеді, ертең отырып кетуі мүмкін. Мынаны фундаментін қазып жатқан кезде тағы жүргенбіз осы жерде. Осы медпункт басынан аяғына дейін салынып бір кісідей қатыстық. Осы ауылдың адамдары жұмыс істеді, қадағаладық, қарадық, бір кісідей дұрыс болмай жатса айттық. Енді келіп оборудованияларын, медоборудование әкеліп жатқан кезде осы бір жігіттер айтқан кезде, мынаның бәрін ертең видеоға түсіріп ал, осының бәрін ертең тасып әкетіп дегенде қой. Бұл президенттің жолдауы арқылы, президенттің айтқанымен салынып жатыр. Бұны әкету мүмкін емес деген. Оказывается, мүмкін нәрселер болады екен. Бұны тасып әкетіп неше күн болды, сен тимесең мен тиме, әлі әкеліп қойған жоқ. Енді ауданды басқарып отырған аудан әкімі Дархан Шомпайұлына айтар, мына ауданды басқарып отырғаннан кейін сіз бұл жағдайлардан хабардар болмауыңыз мүмкін емес. Бәрін жақсы өтсіз. Бірақ үнсіз отырсыз. Осы үнсіздік сіздің де, біздің де түбімізге жетеді. Кеше жауаптарын естідік. Біраз
аудандық мәслихаттың төрағасы айтты, ол ішкі бұйрықтары ақпаратты таратпай тұрып, жалған ақпарат таратпаңдар, бізге ақыл кеңесін айтып, жанашырлығын білдірді. Енді жалпы қай сала болсын, білім саласы болсын, денсаулық сақтау саласы болсын, кез келген салада оның жұмысын реттейтін, сіздің акиматыңыз болсын, әкім болсын, кім болса болсын, олардың халық алдында жасап жатқан жұмысын реттейтін нормативті құжаттар бар, заңдар бар, бұйрықтар бар. Енді оның ең басында біздің конституция тұрады әрине, одан кейін заңдар тұрады, одан кейін жаңағы министрліктен шыққан бұйрықтар, нормативті құжаттар, ең соңында біздің жергілікті аурухана болсын, денсаулық сақтау басқармасы болсын, солардың бұйрықтары тұрады. Енді бұл жерде бұлар мынандай әңгіме шығарып отыр ғой, бұл денсаулық сақтау басқармасы да, біздің жергілікті басқарып отырған сіздер де мынандай ішкі бұйрық арқылы ол бір ауданның шегінде немесе бір аумақтың шегінде кез келген заттарды әкете алады, қозғалта алады деген. Қозғалтылатын болса, бүйтіп ішкі бұйрықпен жасай алатын болса, мысалы ауданда, ауруханада жоқ нәрселерді барайықтар, қаланың больницаларынан барып бұйрық шығарып алып келейік, егер солай болатын болса. Енді менің айтпағым, анау денсаулық сақтау министрлігінің бекіткен өз арнайы стандарты бар. Ол жерде медициналық пункттерде қандай нәрсе болу керек екені офис белгілеп жазылған, өтірік нүктесіне дейін. Одан кейін халықтың денсаулығын сақтау туралы бір кодекс бар, атын ұмытып тұрмын қазір. Сол кодекстің ішінде де нақты жазылған министрдің бұйрығы слайд етіп тұр. Енді осы жоғарғы органдардан шығып тұрған заңға, бұйрыққа қарсы жұмыс жасау деген сұмдық. Сонда бұл не? Егер жаңағы медпункттардан алынған заттар түгендей алмасаңыздар, оларды орнына қайтара алмасаңыздар, онда кешеде видеомда айтқан, тағы да қайталап айтып, орындарыңызды босатып, табандарыңызды жалтыратқандарыңыз дұрыс. Сізде өмір тоқтамайды, мен сізде өмір тоқтамайды, өмір өз ағымын жалғастыра береді. Бірақ ауылда қалған тұрғындардың сапалы медициналық ем алуына, сапалы медициналық әртүрлі өзіне қажетті жағдайлар алуға құқы бар деп есептеймін. Сондықтан мына әр ауылдағы Шорға, Байтоғас, Асусай, содан Шолақарта, Жамбыл, Ақмектеп тағы жерлерге салынды. Сол жердің халыққа соны требовать етіңіздер. Кіргізбесе, өздеріңіздің округтеріне сайланған депутаттарыңыз бар, шақырыңыздар, олардың мандаттары бар. Олар кез келген есікті теуіп кіре алады. Сіздер сол үшін соны сайларыңыздар. Ал енді ол сайланбай тағайындалып жатса, оны өздеріңіз білесіздер. Тағайындалған депутаттың қалай жұмыс жасайды. Менің айтайын дегенім ол қысқаша осы. Ертең тағы да осы естіп жатқан туралы жаңалықтарын тағы бөлісетін болып, назарларыңызға рахмет. Видеомызбен бөлісіп, пікір қалдырып отырыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға.